Қайырлы кеш әріптестер. Қазір мен сіздерге мінекей жарнамалық плакат және афишалар туралы түсіндіремін. Олай болатын болса, Canvaға кіресіздер, шаблоны деген жерге барып, мына плакаты мен афишалар екеуінде бірдей шаблондар. Соның ішінен мына афишаны алатын болсақ, мынау афишада да осы плакаттар бар. Ана плакаты деп тұр ғой жарнамалық, ол жерде де осындай бар. Енді бұл жерде енді бір іс-шара өткізетін болсаңыз, немесе бір басқа да бір семинар өткізетін болсаңыз, ашық сабақ өткізетін болсаңыз, немесе үйірмелерді жүргізетін болсаңыз, осы жерде өзіңізге қатысты бір жарнамалық афишалар жасауыңызға болады. Алдыңғыдағыдай жұмыс жасағандай, мысалға, мына біреуді ала берейікші. Осылай шаблон таңдап аласыз, өзіңізге қажетті. Осы жерде изменитті басып, изменитті басқаннан кейін бұл жерде де өзгертесіз. Мысалға, мына жерді жазғы сауықтыру алаңы деп жазайық, немесе басқа бір тақырып жазғы сауықтыру алаңына шақыру, немесе көңілді кеш би алаңына шақырам деген сияқты өзіңіздің ұнатқан бір неңіз іс-шараңыз жазасыз. Сосын мына жерге ұйымдастырушы деген сияқты мысалға нөмір, жаңағы мектептің нөмірін жазсаңыз да болады. Бұл не нәрсе мысалға? Би алаңы. Би алаңында кездесу деген сияқты осылай жасап жұмысыңызды осылай әрлендіруге болады. Мына жерге өтетін жерін, кім ұйымдастырушы, соны жазсаңыз болады. Мысалға, 17 қараша, жаңа болатын жері, мекен-жайын бәрін жазып қойсаңыз болады. Енді бұны да осылай поделиться, скачать. Бұны сурет қылып бір жерге білесіз ғой. Значит, JPEG дегенді таңдасаңыз болады. Сосын скачать деп басасыз. Мына сурет сосын сізге сақталады. Мінекей отшашу шығып жатыр. Осы плакатта осылай жарнамалық, афишада осылай болады. Одан кейін мына жерге қазір қарап жіберейін. Главныйға барып, қайтадан шаблоны, мына жерде буклеты бар ғой, буклеты басасыз. Бұл жерде брошюралардың әртүрлі несі шығады, суреттер шығады. Бұны да тоже өзіңіз сәйкесінше өзгертіп аласыз барлығын. Мұны А4 форматында, А4 форматында берілген, мынау альбомный, А4-дің альбомный форматында берілген ғой. Мына жерге өзіңіздің мынау алғашқы беті, бүктегеннен кейін артқы жағы мынау несі ғой, ішіне қарап тұратын жері. Міне осы жерге осы форматты алып өзгертіп алсаңыз болады. Мынау ішіне жазылатын несі, буклеттің іші ғой. Бірінші беті, ортаңғысы, мынау шет жағы. Міне осылай жасап, мынандай өзгертіп, сосын поделицаны басасыз. Сосын қағазға кәдімгідей А4 альбомныға шығарып аласыз. Мінекей осы афиша, жарнамалық плакат, сосын буклетыды қосып айтып тұрмын. Мінекей осы жерден алсаңыздар болады. Мына буклетыды біз көбінесе ата-аналарға, оқушыларға кеңес дейміз ғой, сол кезде осы форматта аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, жұмыстарыңызға пайдалы болсын.